Елестетіп көріңізші, сіз тып-тыныш кезекте тұрсыз. Айналаңызда адамдар тола. Кенеттен ішіңіз бүкіл дәлізге естілетіндей ащы дыбыспен гүрілдей жөнеледі. Сіз ұялғаныңыздан жерге кіріп кете жаздайсыз. Ішіңізді тартып, бұлшықетті барынша қысасыз. Тіпті дем алуды тоқтатасыз. Бірақ іште нағыз революция жүріп жатыр. Бәрі бұрқылдап, газ сыртқа шығуға талпынады. Таныс па? Көп адамдар мұны кездей соқтық, немесе асқазаным әлсіз деп ойлайды. Бірақ шындық әлде қайда қорқынышты. Сіздің ішіңізді бомбаға айналдырып жатқан ауру емес. Кінәлі дәл қазір ас үйімізде тұрған нақты өнімдер. Тіпті оның бірін сіз бүгін таңертең ғана жедіңіз. Ол шегіңізде нағыз шіру процесін бастап жіберді. Мен Мирас Ерланұлы. Бүгін сіздің асқазаныңызды газ зауытына айналдыратын 6 өнімді атаймын. Олардың атын, ішекті қалай улайтынын және ең бастысы, оларды немен алмастыру керектігін айтамын. Дәрісіз, қымбат диетасыз, тек денеңізді өзгертетін қатал фактілер. Дайын болсаңыз, кеттік. Бірінші, сүт. 5 жасыңызда бір кесе сүт ішіп, ішкебу туралы ештеңе білмедіңіз. Ал 25 жаста сүт достан, жауға айналды. Ғылыми фактілерге сүйенсек, ішегіңізде лактаза ферменті бар. Оның жалғыз міндеті сүт қантын лактозаны ыдырату. Балалық шақта бұл фермент өте көп болады. Бірақ жас ұлғая келе, әсіресе 40 жастан кейін бұл ферменттің өндірілуі 70%-ға күрт азаяды. Ыдырамаған лактоза ішектен өтіп, ікелей тоқ ішекке жетеді. Сол жерде бактериялар оны ашыта бастайды. Дәл ашытқы сияқты. Бұл процестің жанама өнімі газ. Нәтижесінде ішкебеді түйіледі. Екінші, ақ нан. Біздің халық үшін нан қасиетті ас. Нансыз ас батпайды деп өстік. Бірақ қазіргі дүкендегі нанның әжеңіз пісірген нанмен ұқсастығы тек атында ғана қалды. Заманауи дүкен наны термофильді ашытқымен дайындалады. Бұл өнеркәсіптік ашытқылар. Олар қамырды 8 сағаттың орнына небәрі 1 сағатта көтереді. Өндіріс үшін тиімді, бірақ сіздің ішегіңіз үшін нағыз сынақ. Нанды пісіру кезінде ашытқы культурасының бір бөлігі толық өлмей, ұйқы күйінде қалады. Сіз нан жеген соң 20 минут өткенде асқазандағы жылылық пен ылғалды сезінген ашытқылар оянады. Олар ішіңізді тікелей ашыта бастап, тоқтаусыз газ бөледі. Наннан үзілді-кесілді бас тарту міндетті емес. Мына 3 тәсілді қолданып көріңіз. Тостер немесе таба. Нанды кептіріп қуырып жеңіз. Жоғары температурада ашытқылар толық жойылады. Ал крахым, ал аз ашитын күйге ауысады. Табиғи ашытқымен нан жеңіз. Толық дәнді нандар. Дүкендерде сатылатын дрожжсіз дәнді сухарилер мен нандар ең қауіпсіз әрі арзан балама болып табылады. Үшінші, шікі қырыққабат, бұршақтар және алма. Бұл тізімді естігенде таңғалуыңыз мүмкін. Дәрігерлер де, диетологтар да көбірек талшық клетчатка, дәрумен мен темір жеңіз деп осы өнімдерді ұсынады. Бірақ сіз оларды жегеннен кейін 1 сағат өтпей-ақ ішіңіз доңбекше сияқты қатып, мазаңыз қашады. Сіздің ағзаңызда кінә жоқ. Жай ғана сізге ешкім мына құпияны түсіндірмеген. Шікі ақ қырыққабат. Оның құрамында глюкозинолаттар, өте күрделі қанттар бар. Біздің ішегімізде оларды ыдырататын арнайы фермент жоқ. Нәтижесінде бәрі тоқ ішекке өтіп, сол жерде бактериялар оларды бөле бастағанда жағымсыз газ бөлінеді. Бұршақ тұқымдастары. Олардың құрамындағы рафиноза мен стахиозаны ешбір адамның ағзасы толық ыдырата алмайды. Жас болсаңыз да, кәрі болсаңыз да, бұл заттар тоқ ішекке транзитпен жетеді де, нағыз газ зауытын іске қосады. Алмада фруктоза мен сорбитол. 1-2 алма байқалмауы мүмкін, бірақ күнделікті аш қарынға шікі алма жеу іштің бас көтеруіне әкеледі. Бұл пайдалы өнімдерден бас тартудың қажеті жоқ. Кек оларды зарарсыздандыруды үйреніміз. Төртінші, қант. Сіз кофеге немесе шайға қант саласыз ба? Мүмкін бал, тәтті тоқаш немесе йогуртты жақсы көретін шығарсыз. Мына бір жайтты білуіміз өте маңызды. Тоқ ішегіңізде триллиондаған бактерия тіршілік етеді. Олардың арасында үнемі керетория мен тамақ үшін күрес жүріп жатады. Егер сіз көкөніс, талшық, яғни клетчатка және табиғи ашытылған сүт өнімдерін жесеңіз, жақсы бактерияларды тамақтандырасыз. Олар күшейеді. Ал егер қант жесеңіз, жаман бактерияларды тамақтандырасыз. Газ шығаратын бактериялар үшін қант ең сүйікті тамақ. Олар оны мезетте жұтып, ессіз жылдамдықпен көбейеді де, өте жағымсыз иісі бар газ бөле бастайды. Көпшілік адамдар 5 сахара деген белгісі бар сорбитол, ксилитол, манитол сияқты заттарға алданып қалады. Олар қандағы қантты көтермейді, бірақ ішек оларды іс жүзінде сіңіре алмайды. Олар тоқ ішекке
транзитпен жеткенде нағыз дауыл басталады. Бактериялар оларды ашытқанда бөлінетін газ мөлшері кәдімгі қанттан да көп болуы мүмкін. 5. Газдалған сусындар мен қораптағы шырындар. Лимонад, кола немесе газды минералды су ішкенде сіз ішіңізге дайын газды айтып жатырсыз. Газ асқазанға түскенде оның бір бөлігі кекірікпен шығады. Бірақ қалған бөлігі ішекке қарай жылжып, сол жерде жиналады. Газ ішек қабырғаларын созып қысады. Нәтижесінде ішіңіз қатып, шаншып ауыра бастайды. Қораптағы жемістердің суретімен табиғи деген жазу тек жарнама ғана. Ішіндегісі талшығы алынып тасталған фруктоза концентраты. Бұл бактериялар үшін нағыз мереке, ал сіз үшін жаңа газ толқыны. Не ішу керек десеңіз? Жылы су ішектің ең жақсы досы. Суға жалбыз, мята, мелиса немесе қияр тілімін қосыңыз. Кепкен жемістерден қансыз немесе аздаған балмен жасалған үй компотын ішіңіз. 6. Дайындау тәсілі. Сіз сүтті алып тастап, нанды алмастырып, қант пен газдалған сусынды шектесеңіз де, ішіңіз гүрілдеуін қоймауы мүмкін. Неге? Өйткені тамақты қалай дайындайтыныңыз өнімнің өзі сияқты маңызды. Майда қуыру. Май жоғары температурада қызғанда тотығады. Оның молекулалары ыдырап, ағза қорыталмайтын агрессивті қосылыстарға айналады. Бұл қорытылмаған майлы масса ішекте баяу жылжып, іркіліп, аши бастайды. Оң қабырға астындағы ауырлық пен тоқтаусыз газ осының салдары. Қайта қыздырылған тамақ. Кешегі сорпа немесе бүрсігүні піскен ботқаны қайта-қайта қыздыру қауіпті әдет. Крахмал қайта-қайта қыздырылып, суыған кезде өзінің құрылымын өзгертіп, тұрақты крахмалға айналады. Нәтиже тағы да газ. Кейде қайта қыздырылған картоп немесе күріштен болатын ішке буы жаңа піскен тамақтан әлдеқайда күштірек болады. Бұл таза химия. Шешімі қарапайым. Өз асханаңыздағы технологияны өзгертіңіз. Тамақтарды бұқтыру, яғни тушение, буға пісіру, фольгада немесе арнайы рукавта пеште пісіру. Біз кінәлі өнімдерді таптық. Енді ішіңізге тыныштық сыйлайтын, асқазаныңыз рахмет айтатын одақтас өнімдер туралы айтайық. Бұл өнімдер ішекте бүлік шығармайды, керісінше оны сауықтырады. Күріш ең тыныш өнім. Күріш планетадағы ең жуас дән. Ол жіңішке ішекте толығымен дерлік сіңіп кетеді. Демек, поқ ішектегі бактерияларға ашыту үшін ештеңе қалмайды. Суға пісірілген күріш ботқасы кез келген сезімтал іш үшін ең сенімді негіз. Қабақ. Орысша атауы кабачок. Асқабақ және піскен сәбіз. Бұл үштік сіздің алтын үшбұрышыңыз. Бұқтырылған немесе пеште піскен қабақ ішек қабырғаларын тітіркендірмейді. Қайта оны уқалайтын жұмсақ талшыққа ие. Ол артық суды сіміреді, бірақ ашмайды. Асқабақ пен піскен сәбіз. Дәл осылай жұмыс істейді. Шикі көкөністер ішімізді кептірсе, осы үшеуін пісіріп жеу ішекке нағыз демалыс сыйлайды. Тауық еті мен балық. Бұл өнімдерді буға пісіріп немесе пеште өз сөлінде дайындасаңыз, ішек оларды наразылықсыз қабылдайды. Жеңіл сіңетін нәзік ақуыз тез ыдырайды да, бактериялардың ашуына мүлдем мүмкіндік бермейді. Қарақұмық. Орысша атауы гречка. Құрамында глютен жоқ, өте оңай сіңеді. Тіпті ең сезімтал асқазан иелерінде де қарақұмық ешқашан газ тудырмайды. Піскен банан. Тек нағыз піскенін таңдаңыз. Мұндай банандағы ауыр крахмал оңай сіңетін қарапайым қанттарға айналып үлгерген. Ал жасыл банан керісінше тұрақты крахмалға толы болғандықтан ішіңізді кептіріп жіберуі мүмкін. Егер ас ішерде мына 3 сөзді жадыңызда ұстасаңыз, асқазан проблемасын ұмытасыз. Жылы, жұмсақ, қарапайым. Суық тамақ ас қорытуды баяулатып, ішекте түйілу спазм тудырады. Тамағыңыз әрқашан жылы болсын. Жұмсақ. Дөрекі талшықтар ішекте тітіркендіріп, бактерияларды артық тамақтандырады. Термиялық өңделген жұмсақ тағамдар ең қауіпсіз таңдау. Қарапайым. Тәрелкеңіздегі компоненттер неғұрлым аз болса, ішекке оларды өңдеу соғұрлым оңайырақ. Күрделі салаттар мен көп қоспалы соустардан қашыңыз. Бір аптаға практикалық жоспарды орындап көріңіз. Таңертең. Асқазанды ояту. Ояна сала шайнекке жүгірмеңіз. Асқазанға бірінші түсетін нәрсе 1 стақан жылы су. 20 минуттан соң суға пісірілген қарақұмық немесе күріш ботқасы, аздаған сары маймен. Қасына бұқтырылған сәбіз немесе асқабақ қосыңыз. Жеміс қаласаңыз, тек піскен банан. Күндіз. Негізгі тамақтану формуласы. Түскі аста мына формуланы ұстаныңыз. 1 белок, 1 гарнир, 1 көкөніс. Мысалы, тауық немесе балық белок. Гарнирға күріш немесе қарақұмық, көкөніске бұқтырылған қабақ немесе сәбіз.
нан, тек кептірілген немесе тостерде қуырылған, тек жылы компот немесе жылы су. Тамақ үстінде ішілген суық сусын асқазан тамырларын тарылтып, қорытуды тоқтатады. Кешке. Соңғы тамақтану ұйқыдан кем дегенде 3 сағат бұрын болуы тиіс. Түнде ішек жұмысы бәсеңдейді. Егер кешке 10-да тамақ ішіп 11-де жатсаңыз, ол ас ішімізде өлі жүк болып жатады да таңертеңге дейін шірейді. Кешкі асқа. Жеңіл асқабақ немесе қабақ сорпасы. Тамақтан соң 15-20 минут тыныш жаяу жүрміз. Бұл тамақтың іркілмей ілгері жылжуына көмектеседі. Ұйқы алдында. Бір шыны жылы ромашка шайы. Ромашка табиғи спазмолитик. Ол ішек қабырғаларын босаңсытып, тыныштандырады. Бәрін бірден өзгертпеңіз. Ішек компьютер емес. Оны бір түнде қайта іске қосу мүмкін емес. Сіздің ішегіңізде жылдар бойы қалыптасқан бактериялар экожүйесі бар. Егер бәрін бір күнде өзгертсеңіз, іште хаос басталып, газ тіпті көбейіп кетуі мүмкін. Егер іш кебуі нәжістегі қанмен, күрт азумен немесе тұрақты ауырсынумен бірге жүрсе, диетаны күтпей, дереу дәрігерге көрініңіз. Денеңіз сіздің дұшпаныңыз емес. Оған тек жылы, жұмсақ және қарапайым ас беріңіз. Ол сізге таңертеңгілік қуатпен және іштегі жеңілдікпен алғыс айтады. Егер бұл бейне пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Жақындарыңыздың ішінде осы мәселемен қиналатын адам болса, бұл видеоны соған жіберіңіз. Өзімізді күтіміз, сау болыңыз.